Бүгін мен әлемдегі мектептер туралы қызықты деректермен бөлісетін боламын. Мектеп жылдары бұл біздің ең есте қалатын жылдар. Біз қанша қаласақ та, қаламасақ та мектептегі оқу бұл әркім өтуі керек міндетті процесс. Әлемнің әртүрлі елдерінде мектептерді қандай екен біліп білмей жүруіміз мүмкін. Осыдан кейін бізде бар нәрсені бағалай бастаймыз, немесе керісінше мүлде басқа мектепке кетуді армандайтын боламыз. Міне енді осы мектептер туралы қызықты деректерді сізге жаңаша қарауға мүмкіндік береді. Олай болса, бастайық. Тибеттің Пумачангтан қаласында бастауыш мектеп әлемдегі ең жоғарыда орналасқан мектеп болып саналады. Бұл мектеп теңіз деңгейінен 5373 метр биіктікте орналасқан, және ол Эвересттің базалық лагерінен 200 метр биіктікте жердегі ең биік шыңы болып саналады. Англияның Кентербери қаласында корольдік мектеп әлемдегі ең көне мектеп болып табылады. Ол біздің заманымыздың 597 жылы құрылған. Десе де бүгінде бұл мектеп сапалы құрал-жабдықтармен жабдықталған заманауи білім беруде. Бангладеште 100-ден астам қайық мектебі бар екен. Әр қайсына интернет, кітапханамен қамтылған. Мектеп күн көзінен қуат алады. Оның себебі Бангладештегі жыл сайынғы су тасқыны жүздеген және мыңдаған оқушылардың оқу процесінің бұзуы мүмкіндіктің болмағандықтан. Кейбір аудандарда шілдеден қазанға дейін жауын-шашынның кезінде жолдар жүруге жарамсыз болып, өзендердің суы 4 метрге дейін көтеріледі. Сондықтан қайық мектептері қажет болды. Колумбияның шалғай аудандарында балалар мектепке аспалы көпірмен барады. Болат сымдар Колумбияның шалғайдағы Лос Пинос ауылында тұратын үшін жалғыз көліктің түрі. Кішкентай балаларға паромды өздері пайдалануға рұқсат етілмейді. Сондықтан олар ата-аналарымен немесе аға-әпкелермен бірге аспалы жолға отырады. Аспалы жол болмаса, балалар тропикалық орманды аралап мектепке 2 сағатта жетуі керек еді. Жапониядағы балалар әлемдегі ең тәуелсіз балалар деп есептелінеді. Олар өздері мектепке келеді, сыныптағы бөлмеден өздері жинап, тіпті түскі астарында өздері дайындап жейді екен. Қытайдағы балалар әлемдегі ең көп үй тапсырмасын алады екен. Олар орта есеппен алғанда жасөспірімдер үй тапсырмасына аптасына шамамен 14 сағат жұмсайды екен. Францияда тамыздан маусымға дейінгі созылатын ең қысқа оқу жылы және ең ұзақ оқу күні бар. Франциядағы балалар аптасына 4 рет мектепке барады. Олардың түскі асы 2 сағаттай уақыт кетеді екен. Оқу күні 8:30-дан басталып 16:30-да аяқталады. Филиппиндегі мектеп толығымен қайта өңделген бөтелкеден жасалған екен. Бұл ғимаратты салу үшін 9000 бөтелке және одан да көп еріктілер қажет болған екен. Әр бөтелкеге құм, су және сабан құйылады. Олар күштірек болады деп саналған, өйткені мектептің қабырғалары бөтелкелерден тұрғызылған. Әлемдегі ең үлкен мектеп Үндістанның Лахнау қаласында Монтессори мектебі екен. Күн сайын 32 мыңнан астам оқушы мектепке барады. Ал мектепте 1000-нан астам оқу кабинеті бар екен. 3700 компьютер және жыл сайын мыңдаған кеңсе тауарлары, кітаптар сатып алынады екен. Бұл мектеп Гиннестер рекорды кітабына тіркелген екен. Жылына 45 мың оқушы білім алғандықтан. Израиль мектептерінде балаларға көбейту кестесін жаттау міндетті емес екен. Бастауыш сыныптарындағы балалар калькуляторды пайдаланса болады. Сондықтан көбейту кестесін оқытудың қажеттілігі жоқ деп санайды. Бір қызығы, Финляндияда оқушы қаламаса, мектепте тақтаға шақыруға тыйым салынады екен. Осыдан кейін Финляндияда білім алу көптеген оқушылардың арманы болады. Қытай жайында тағы бір қызықты дерек. Қытай мектептерінде оқушылар сорпа мен күрішті партада жеуге рұқсат етілген екен. Нидерландыда оқушыларға 10 жасқа дейін үй тапсырмасы берілмейді екен. Тіпті 12 жасқа дейін емтихандар мен сынақтар да болмайды екен. Осымен видео ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода басқа да мемлекеттердің білім сапасын қалай бағалайды және қандай баға қоятын жайында видео түсіретін боламын.